Ырыс пен ынтымақ, ізгілік пен имандылық, татулыққа шақыратын бүкіл халықтық мереке Наурыз да біздің өлкемізге келіп жетті. Кеше ғана қақарын төккен қатал табиғат, бүгін жайдары қабақ танытып, жарқырап сала берген. Айнала жайма шуақтанып, жаңа тіршілік белгілері байқалады. Бүгін ұлыстың ұлы күн атанған, халқымызға қашаннан орны бөлек ұлы Наурыз мерекесі. Одна из примет обновления, которое переживает наша республика, возрождение народных традиций и праздников. Не без участия некоторых горе-теоретиков социалистической обрядности, это очень своеобразный народный праздник был предан забвению в советское время. И вновь после длительного перерыва с 26 года Наурыз стал отмечаться как официальный государственный праздник. По старому летоисчислению 22 марта, день весеннего равнодействия, считался днем начала Нового года. Весеннее пробуждение земли, кочевка на Джайляу, надежные сочные пастбища для скота – все это связывалось с Наурызом. Өздеріңіз көріп байқап отырғандай, осындай көл көсір қуаныш пен шаттықта адамдардың бір-біріне адал көңілден айтып жатқан, жүрек жарды тілек пейілдері тоғысқан сәттерге қарап отырып, Наурыз мерекесіне де біраз жылдар бойы жоғалтып алғанымызға өкінгендей боламыз. Өткенімізге көз салсақ, өкініш боп оралар тұстарымыз аз емес. Сол кеткен кемшілік, өткен өкініштердің орнын толтырар халқымыздың еңсе көтеріп, тәуелсіздік туын көтерген бүгінгі жаңа кезеңнің келгеніне қуанасың. В прошлом году площадь, на которой мы сейчас находимся, дали имя Наурыз. В этот день в каждой семье накрывается дастархан, на котором главное место занимает традиционная Наурыз коже из смеси очищенных зерен проса, риса или пшеницы. Раньше девушки в этот день готовили ритуальные блюда уйку-ашар, то есть пробуждающие ото сна. Мы угощали парней, как правило, женихов, чтобы они не проспали весеннего обновления природы. Биылғы жылы Қазақстан Республикасының жарлығымен 22 Наурыз бүкіл халықтық мереке ретінде алғаш айтылып отыр. Игіліктің ертекеші жоқ демекші, ұлттық дәстүрлерімізді көне Наурыз бүгін қайта жасарып, жаңартып ортамызға оралтты. Облыс орталығы Арқалық қаласындағы алаңда бүгін көктем лебі соғып, жаңа жыл келді. Қала халқы биылда той қамына қауымдаса кіріскен. Ешкімде ұлтын бөлек еді, түр-түсіме де өзгеді деп демей, емен жарқын араласып, дастархандағы дәм де, айтылған ән де, тартылған күй де, орындалған би де, ортақ шат-шадыман күй кешуде. Аға, алдымен өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Мен фамилиям Төлеубайұлы, Жақсылық Сұрабердіұлымын. Осы акционерлік қоғам Арманның президенті боламын. Өзіңіз міне куә болып отырған Наурыз мейрамымен бірге біздің Торғай облыстық теледидары жақында өз жұмысын бастағалы отыр. Осы теледидардың көрермені ретінде не айтар едіңіз? Ал енді көрермен ретінде мынау қазір біздің теледидар ашылып отыр. Біз өте қуаныштымыз. Мына халқымызға, торғайымызға бұл өте керек. Біздің торғайымыздың жаңа қазақшылық әдетімізді барлығын жаңа көрсетіп, өзімізді қазақ екенімізді білдіріп, алға басуына, өрлеуіне барлығын көрсетуіне. Міне бүгін Наурыз мейрамы келді. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын дейміз. Жаңа жыл болсын дейміз, мына жаңа жылымыз. Сондықтан енді барлықтарымызға өзіміз қуаныш, бақыт, сәт сапар алдарыңызда тек қана бақыт кездессін, жақсылық кездессін, ынтымақты болайық деймін. Бүгінгі той бұл халқымыздың тойы, ұмытылып кеткен қазағымыздың тойы. Соны көзіміз ашылып, мынау егеменді президентіміз қазір Назарбаев ағамыз айтып отыр ғой. Сол кісіні өте қуаныштымыз. Енді барлығымыз сол жұмылып, алға басып, экономикамызды көтере берейік. 1-2 жыл қазір қиын болады деп айтып отыр, бірақ соны бәріміз бірге көтеріп, теледидар арқылы
сол өзімізге қуанышымызды жеткізгіміз келеді. Рахмет сізге. Шашай қазір. Арасында бір жатып, қадалап жасқарағай арасында. Ауға шөлдеген соң жүріп кестім аяқтап намаз деген шамас. Топырақай үш кесе. Ой, молодец. Асыл әке. Қайран әкем тірегі. Бір өзің деп соғар менің жүрегім. Нұрқын Абдош, бүгінгі мына Наурыз мерекесімен сізді құттықтаймыз. Рахмет. Мынау бүгін Торғай телевидениесінің дүниеге келген күні, сәтін салса, кешкілік эфир арқылы өзіміздің халқымызбен жүздеспек ойымыз бар. Осы телевидениенің дүниеге келіп, қанат қағып, Торғай телевидениесінің жарыққа шығуына бір кісіде еңбек етіп, осының басы қасында сіздің жүргеніңізді біз жақсы білеміз. Осы қуанышты сәтте сіз бір-екі ауыз лебіз айтсаңыз. Бұл телевидениенің бүгін Наурыздың жылдың басымен сәтті қадам басталғанына мен өте қуаныштымын. Торғайлық бауырларымызды бұл үлкен мерекемен бірге Торғай телевидениесінің ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Екіншіден, біз енді адамзат шығыс халқы Наурызды үлкен мереке санап жылдың басы ретінде құрметтеген. Сондықтан мына мешінмен қоштасып тауыққа кірейік деп тұрған сәтте, мен өз басым мешіндігін көрсетті, енді тауық биылғы жылда үлкен үміт артамыз. Сондықтан жылға да мына Торғайдың телевидениесіне сәт сапар тілеймін. Ал енді бұл телевидениенің ашылуы деген бұл заманда оңай дүние емес. Бұл телевидениесіз өмір сүру одан да қиын. Халықпен жүздесу, халықтың тарихы, елдің, жердің тарихы, болашағы жөнінде сыр шертетін біздің Торғайдың телевидениесі болмақ. Сондықтан да телевидение өзіміздің бір нәрестеміз сияқты. Біз өзіміздің еңбегімізді балап тұрған жоқпыз, бұл халықтың еңбегі. Ондай үлкен біраз шығынға бардық, дегенмен ол шығын өзін өзі ақтайды деп есептеймін. Сондықтан мерекемен әрі телевидениенің ашылуымен Торғай халқын, сіздерді, бүкіл мына көрермендерді шын жүректен құттықтаймын бүгін. Рахмет. Ал енді Жұмағали Сүлейменұлы, мынау бір тарихи сәтті бастан кешіп отырмыз. Бүгін Наурыз күні, ұлыстың ұлы күнінде отырмыз. Мына Торғай телевидениесінің ашылуы мәдениет қызметкерлерінде толықтыруға тиісті. Бұл жөнінде сізден бір ауыз. Осы мереке бүкіл осы облыс бойынша қазір барлық жерде өтіп отыр. Мерекеге бүкіл осы мәдени ошақтар түгелімен қатынасып отыр. Өткен жылдың әкелген қуанышын бәріне мен тоқталмай қойын. Бір Ғалымжан Құрмановқа Қазақ Республикасының еңбегі сіңген әртіс атағы. Ал енді мынау сазгер Айттой Мұздахановқа Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген мәдениет қызметкер атағы. Оның бер жағында Қыздарай, мына халықтық ұжымы жақында келген көрген азаматтардың бәрі түгелімен осы тауық жылында үлкен бір табысқа жететіндігі белгілі болған сықылды. Ал өткен мына мешін жылында Торғай әуендері ансамблі мына Турцияда өткен осы неде байқауда бүкіл осы Азия халықтарының ішіндегі сол өнерпаздардың өзінің бірінші орынды жеңіп алды. Ал енді бәріне бірдей тоқталып жатпай қойып, менің айтайын дегенім, осы өнер адамдарының атынан, осы мына мәдениет қызметкерлерінің атынан бүкіл облыстың халқын, бүкіл осы отандастарды осы мерекемен құттықтап, елге ырыс береке әкелетін, жылдың қандай қиыншылығы болса да бір адамдай барлығы түгелімен сондай бірлікте, барлығы сондай ұйымдасқан, үлкен ұжымдық түрде сондай қандай қиыншылық болса да жеңуге тілектестігімді білдіремін. Рахмет. Абай Хусейнович, сегодня мы празднуем наш древний национальный праздник Наурыз. И он еще совпал с нашим торжественным событием, открытием телевидения областного. Какие бы вы пожелания дали для наших зрителей, для всех жителей города, области? Сегодня в нашей жизни замечательный праздник, праздник Наурыз Мейраме. Он примечателен еще и тем, что в этот день у нас начинаются телепередачи, то есть открывается наша телестудия. Я что хотел бы пожелать нашему народу? Этот праздник, праздник благоденствия, спокойствия, межнационального согласия.
хотел бы, чтобы народы Тургая, аркалыкчане, как бы в этот день намного сблизились друг к другу, были роднее, и мы тогда можем делать очень большие дела. В этом отношении хотелось бы пожелать всем аркалыкчанам здоровья, счастья, радости. Ну, конечно, поздравить всех еще и с открытием телестудии. Я считаю, что городская администрация не может в стороне стоять от этого события. От имени городской администрации значит, 2 квартиры мы выделяем телестудии, ну, где-то в пределах 200 тысяч рублей денег. Ну, хочется пожелать, значит, в этот день весны, всем самое главное спокойствие и межнациональное согласие. Это самое главное в нашей жизни, я считаю. Спасибо. Все здесь. Алдымен өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Мен Егеменді Қазақстан газетінің Торғай облысындағы тілшісі болып жұмыс істеймін. Аты-жөнім Қайсар Әлімов. Міне өзіңіз куә болып отырған ұлыстың ұлы күні Наурыз күні біздің көптен күткен қарт торғайдың теледидары дүниеге келіп отыр. Әрине бұл журналистер қауымы үшін өте үлкен қуаныш. Жанашыр қаламгер ретінде бірер ауыз сөз айтсаңыз. Енді шынында да бүгін сол Наурыз мейрамымен сол қарлығашындай болып үлкен қуанышқа келіп отырмыз. Бұл қуанышқа күллі облыс журналистері де сондай қанағат сезіммен қарсы алып отыр. Ал енді Торғай теледидарының келешегінен үмітіміз зор. Ал мен енді журналист есебінде сол бұл телехабарлардың сол мәнді қай мәселені қамтыса, сол дәл өмірдің көптеген жаңалықтарын көрермендерге сол күйінде жеткізетін шынайы телехабарлар болады деп есептеймін. Ал енді мынау қиын қыстау кезеңде, әсіресе нарық жағдайында халықтың тұрмыс жағдайын, әлеуметтік мәселелерін, облысымыздың кәдімгі экономикасына нығая түсу үшін осы жөнінен бұл телехабарлар біздің әрқашан көмекшіміз, ақылшымыз болады деп есептеймін. Ал енді бұл теледидардың алдағы уақытта сол ұлтжанды болғанын қалаймын. Демек, біз қазақ халқының оның ішінде кәдімгі көптеген көтерілмей жатқан мәселелерін көтерсе деп ойлаймын. Ауыл мәселелері әсіресе нарық жағдайында қиындықтар, көп балалы отбасының жағдайлары, мінекей біз толғандыратын мәселелер. Ал енді бұған дейін біздің кәдімгі өндірісіміздің, еңбегіміздің кәдімгі тұтқалары болып келгендей, қазір жағдайда көптеген ұжымдарда мынау тәртіп, реттілік, жауапкершілік мәселесі өзі бетімен кеткені ол ешқандай жасырын мәселе емес. Сондықтан кәдімгі сіздердің журналистеріңіз осы жағына да мән беріп, ол батыл-батыл хабарлар дайындап, көрермендердің сеніміне ие болады деген сенім үстіндемін. Ал енді құрметті торғайлы көрермендер, сіздерді бүгін Торғайдың телешежіресінің ашылуымен Торғайдың теледидарға жазылатын үлкен тарихының басталуымен құттықтаймын. Әр отбасында арақ жоқ болсын, Наурыз көжесі көп болсын, көңілдеріңіз пәк, жүректеріңіз ақ, әрқашан амандықпен Наурызды қарсы ала берейік. Айтқаныңыз келсін, рахмет. Сегодня очень важный торжественный день для всех нас, для жителей города Аркалыка. Открытие телевидения, праздник Наурыз. Скажите, каким бы вы хотели видеть телевидение и что вы ждете от него? Вы знаете, я сейчас по совместительству исполняю роль звездочета, и мне кажется, я могу по расположениям звезд определить судьбу вашего телевидения. Во, я вижу, действительно загорелась маленькая голубая звездочка. Это действительно ваше телевидение. Но я предсказываю вам, что она со временем возрастется в большую звезду, и вы будете действительно в созвездии всех наших областных телевидений самыми прекрасными. Я желаю вашему телевидению, чтобы оно было самым доступным для населения, и чтобы они с удовольствием смотрели и переключались только на ваш канал тогда, когда вы в эфире. Большое вам спасибо. До свидания, успехов вам. Айтпай ағайым, алдымен өзіңізді жақында Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген мәдениет қызметкері атағына ие болып, оған қоса ақпан айында өткен облыстық сазгерлер байқауында жүлделі бірінші орынды иемденген қос қуанышыңызбен құттықтауға рұқсат етіңіз. Ал енді міне бүгінгі тойланып отырған ырыс пен ынтымақтың, игілік пен имандылықтың күні, мерекесі Наурыз күні
жарыққа қанат қаққалы отырған Торғай облыстық теледидарына өзіңіздің лебізіңізді білдірсеңіз. Ең бірінші Торғай халқын осы бүгінгі имандылық пенен инабаттылықтың елімізге оралуымен, оның алғашқы қарлығашы Наурыз тойының тойлануымен құттықтағым келеді. Содан кейінгі бүгінгі теледидардың ашылуына алатын болсақ, бұл бір өзі үлкен қуаныш болғалы тұр. Өйткені себебі теледидар деген қазіргі заманда бүгінгі өскелең уақытта мынау өнер адамдарының болмаса қай шаруашылықта болмасын, кез келген жағдайда кәдімгі өзі халық арасын таратып дәріптеп отыратын бірден бір қазіргі уақыттағы ең негізгі құралдардың бірі. Бұрын мысалы үшін радио дейтін едік, басқа жағдайларда айтатын, қазір мысалы үшін бұл теледидардың келуі біздің облыс үшін бұл көптен күткен оқиға, әсіресе өнерпаз қауым үшін. Бұл теледидар қызметкерлеріне табыстарыңа нұр жаусын. Келешекте осы біздің еліміздің, халқымыздың қызметіне, жағдайына қызмет ете беріңдер дегім келеді. Ағай, мына бүгінгі ұлыстың ұлы күні қандай музыкалық тартуыңыз бар бізге келген? Наурыз айының өзі көптеген мейрамдарды қамтиды. Соның ішінде мысалы үшін халықаралық әйелдер күнінде бар. Мынау мінекей Наурыздың бүгінгі алғашқы ескі мұсылманша жаңа жыл деп есептеледі. Соған орай және өзі көктем мейрамы, көктем айы, сондықтан да мына менің шығармаларым ішінде бір Нарғыз деген күй бар, соны мына қызым Анар тартып берді.